Ұлт көсемі жайлы сөз қозғағанда айтылар әңгіме көп, соның бір парасын Әлиханның шырақшысы атанған Тұңғышбай ағаның өз аузынан естуді жөн көрдік. Аға, амансыз ба? Студиямызға қош келдіңіз. Осының алдындағы шығарылымда да мол мағлұмат бердіңіз. Енді сол елдің тумасы ретінде, сол кісінің балалық шағы жөнінен қандай мағлұмат берер едіңіз? Бала Әлихан қандай болды? Жалпы Әлиханның туған жерінің тарихи құндылықтары, балалық шағын өткізген Әлиханның өмірі өз алдына бір әлем сияқты. Тура осыдан 108 жыл бұрын Әлихан дүние есігін ашқанда өзіне ғана тән жаратылыс құпиясын өзімен бірге ала келген екен. Ғажайып оқиғаға айналған. Анасының құрсағында сүндеттеліп, кіндігі кесіліп болған. Мұны биологиялық құбылысқа жатқызсақ, ал енді Әлихан 6 жасқа толғанда ғана тілі шыққандығын Әлиханның ақыл ойының кемелдену кезі айтуға болады. Енді Әлихан балалық шағында қосылып ойнаған екен. Ол Әлиханның болашақта қазақты дербес мемлекет құру идеясына жатқызғандығын ойлауға болады. Әлихан асық атудың шебері болды, мерген болған. Мұның өзі неге жетелейді? Әлихан үнемі асық тұтып отырған. Сонда ол өмір бойы қандай күресте болсын жеңіске жеткізді мақсат тұтқан ғой. Және қайырымдылық ұтып алған асығының бәрін балаларының өзіне қайтарып беретін болған. Енді Әлиханның туған жері, тұнып тұрған тарих. Әлиханның әкесі Мұқан төренің қыстауы тұрған Желтау деген таудың өн бойы толған қола дәуірінің таңбалы тастары. Әлихан оны қайтса көріп өсті. Ал енді Әлиханның ауылынан тура қозы көш жерде әйгілі Бегазы тас қалашығы отыр. Ондағы мавзолейлер Әлиханды тарихтың терең тұңғиығына қарай қайтса жетеледі. Осы жерде бір айғақ. Әлихан айтқан болу керек. Әлкей Марғұланға. Әлкей Марғұлан Петербурда шығыстану институтында оқып жүрген кезінде Әлихан сонда профессор сабақ берген екен. 1947 жылы орталық Қазақстан археологиялық экспедициясы алғашқы зерттеу жұмысын Әлкей Марғұлан бастаған. Бірден Бегаздан бастаған. Енді тағы бір жағдай, тура Әлиханның туған қыстағының жанынан табиғаттың өзі әдейілеп келтіргендей Жіңіске деген өзен ағады. Сол өзеннің бойында түркі дәуірінің, Қыпшақ дәуірінің 30-дан астам мүсін тастары жерге қазық болып қадалып орнатылған. Ал енді оны Әлиханның көрмеуі мүмкін емес. Неге десеңіз, 1848 жылы Қоянды жәрмеңке ашылғанда сауда керуен жолы Балқаш көлін айналып өтіп, тоқырауынды бойлап отырып, жаңағы Желтаудың үстімен Жіңіскеменен Қарқаралы өткен. Яғни сол керуен жолымен Әлихан 20 жасына дейін Қарқаралыда оқығанда барып қайтатын сапар жолына айналған. Онда ол тастың бәрін қайтса көрді. Міне осылайша бала Әлиханның санасын туған жеріндегі табиғат ерекшеліктері мен тарихи құндылықтар сілкіндіріп, оның болашақта ұлт тұлға болып қалыптасуына әсер еткен болу керек. Керемет. Аға, Әлихан Бөкейхан Жошы ханның 26-шы ұрпағы. Солай ғой? Шыңғысханның. Шыңғысханның 27, Жошы ханның 26-шы ұрпағы. Енді Әлихан Бөкейхан басқасын айтпағанда агрономия саласынан да үлкен білгірі болған. Ертеде Ақтоғайдың ақ бидайы дейтін тұқым болған дейді. Әлиханға қатысы бар ма? Өте қатысы бар. Бағана да айттым ғой Әлиханның. Әлихан балалық шағында әкесі Рүстемнің тәрбиесінде болған екен. Ал енді негіз ақ бидай деген мынау біздің орталық Азиядағы дәнді дақылдардың аңызына айналған тұқымы. Ол ерекше. Оның бір дәні 120-150-ге дейін дәннен бір тұқымынан дән өсіп шығатын болған. Және ол өте құнарлы, дәні өте үлкен болған. Ақ бидай енді тоғанмен суарылған ғой, суармай өскен. Тоқырауының бойында ақ бидайдың өсіп шығуына сол жердегі күн сәулесінің шуағы, топырақтың құнарлығы, сол сияқты Тоқырауын өзенінің суының қанықтығы әсер еткен. Сол Тоқырауын өзенінің сол жағалауынан Әлиханның үлкен атасы Рүстем тоған қазғызып, содан су шығарып егін салған. Сол тоған бүгінге дейін төре тоғаны Рүстемнің кәрі тоғаны деп сол бетінде сақталып жатыр. Ал енді бала кезінде Әлиханды өзінің ертіп жүріп, диқаншылықтың кәсібіменен таныстырғанда Әлихан бұл егіншіліктің жайын қайтсе білді. Өйткені 1889 жылы өзінің ең алғашқы омбыда жүргенде, қызмет жасап жүргендегі жазған мақаласын Қарқаралы өзіне қарасты Тоқырауын, Қотанбұлақ, Балқаш болысындағы егіншіліктің жайы деп жазған. Ал енді сол Рүстем төре сонымен қатар тоған суын байлатып, суармалы егін шығара отырып, жинаған астығын ұн шығаратын диірмен жасатқыздырған. Тастан қашатқызып. Ол диірменді өзінің баласы Бегатай жасаттырған. Ол диірменді Әлиханның
мүмкін. Өйткені Әлихан 20 жасына дейін, Омбыға барғанға дейін Қарқаралыда оқыған кезінде жазғы демалыста ауылға келіп тұрған. Ол кезде әкесі Рүстем үлкен атасы тірі, диірмен жұмыс жасап тұрған. Бұл Әлиханның сол жердегі көзімен көрген аса тарихи құнды жәдігерінің біреуі. Сол сияқты Әлихан өзінің ағаларына тапсырма берген. Өзінің тете інісі Әзіхан мектеп өзінің 2 бөлмелі үйін мектепке бөліп берген. Енді бір таңғаларлық жағдай, Әлиханның қыстауы үлкен, көп бөлмелер бар. Соның ішінде жаңағы мектеп болған 2 бөлменің ғана іргек тас қабырға советінде сақталған. Кірпішіне дейін тұр қазір. Сол мектепте өзінің баласы Райымханға Орта Азия университетінің студенті сабақ бергізген. Кейін сол мектеп бітірген түлектердің өзі сол сабақ берген. Ол мектеп 39 жылға дейін жұмыс істеп, сол кездегі ауыл тұрғындарының сауатын ашып беруге ерекше қамқорлық жасаған. Енді мектепке оқулықты қайдан алған? Сол кезде одан да бұрынырақтан да Бижанның Қасені деген бір аса талантты адам болған екен. Тоқырауының бойында. Ол кісі ертеректе сол жерде мектеп ашқан екен. Диірмен ашқан ол кісі. Интернат ашқан мектептің жанынан. Медпункт ашқан. Ол кісінің мамандығы дәрігер. Сол кісіден оқулық, сол кісі Әлиханның інісі мектепте Әзіхан мектеп ашқан кезде өздеріндегі жинаған оқулықтарынан ана мектепке оқулық берген екен. Жаңа өзіңіз айтып өттіңіз, мектеп аш деп тапсырма берді деп. Жалпы осы Әлихан Бөкейхан сол кездегі зиялы қауымға түрлі тапсырма беріп тұрған дейді. Мысалы, Әлиханды зерттеп жүрген Айгүл Смақованың айтуынша, ол мәшһүр Жүсіпке Қазақстанның тарихын зертте, шежіресін жаз деген тапсырмалар беріпті. Түрлі жалпы сол кездегі зиялыларға түрлі тапсырма беріп жүрген дейді. Рас, енді өзі ең бірінші шежірені, қазақтың шежіресін жазған Шоқан ғой. Одан кейін Шоқан, одан кейін Шәкәрім, мәшһүр көбейіп қойды. Бірақ осы шежіре жазғандардың ішіндегі ең бірінші кітап болып шыққан шежіре Шәкәрімнің ғана шежіресі. 1911 жарыққа шыққан. Сол Шәкәрімнің шежіресін Әлихан айтқан ғой. Егер қандай да бір қазақ шежіре жазам дейтін болса, бірінші Шәкәрімнің шежіресін оқып танысып алсын. Соның кейін ғана жалғастырсын деген ғой. Ал Әлихан шежіремен өте қатты шұғылданған. Өзі Шербина экспедициясымен жүрген кезде 9 жыл жүрген ғой. Сонда ол кісі өзі жүрген Ақмола, Торғай, мынау Қарқаралы өңірінің, Адай өңіріндегі халықтың шежіресін түгел жинақтап, оның генеалогиялық картасын жасаған дейді. Және шежірелерді құрастырудың картасын жасап берген. Шежірені құрастырудың өзі оңай зат емес қой. Оған да үлкен әдіс тәсіл керек қой. Аға, Әлихан Бөкейхан елге табаны соңғы рет қай жыл тиді? 1922 жыл дейді. 25 жыл келді. 25 жыл келді. Елден кеткен жылы сол. 22 жыл кетті, 25 жыл келді. Оның өзінің тарихы бар. Енді ол кісіні 22 жыл ұстап әкеткеннен кейін Мәскеуде болды ғой. 1925 жылы РСФСР жер кодексі дайындалады. Әлихан соған сарапшы болып қатысады. Сонда Әлихан жер кодексіндегі ережені көріп таңғалады. Бұл ереже қазақтарға сәйкес келмейді. Қазақтар үшін ең кем дегенде 220 сотық жер керек, ең аз дегенде. Ал енді мынау және қазақтар мен орыстардың егіншілікпен шұғылдануы бірдей емес. Орыстар егіншілікті тез меңгерген, оның тәсілдерін біледі. Сондықтан да олар егіншіліктен қазақтарды ысырап шығарып тастауы мүмкін, жерін пайдаланып кетуі мүмкін деп, ол тез арада Қазақстан билігімен хабарласып, сол кездегі халық комиссары ауыл шаруашылығының Сұлтанбекпен сөйлесіп, 25 жыл шұғыл түрде Алматыға келіп қайтады. Аса неге келіп қайтады? Ол кезде қыздарды ғой несі. Сонда ол кісі ауылына соққан екен дейді. Сұлтанхан Смақан төренің жазуына қарағанда, осы жол Әлихан жаңағы өзінің ауылына келіп, өзінің бауырларына тапқырып кеткен тапсырмаларын көріп таңғалған. Қасым деген інісі кооператив ашқан, сауда жасап жатыр. Әзіхан бала оқытып жатыр мектепте. Смақан май зауытын ашқан. Кәдімгідей май зауытының орны бар қазір, Егінді Бұлақ деген жерде. Базылхан тереңдеу цехын ашқан. Тіпті тереңдеу цехын Базылхан ұлғайтып, былғары өңдеу цехына айналдыру үшін ол ана Бижанның Қасені деген кісі болған Қарқаралыда, әйгілі адам. Ол кісі де былғары өңдеу цехын ашқан екен. Сонымен байланыс жасаған. Ал енді Базылханның ана теріні өңдеуге пайдаланатын әк тастарын күйдіріп, содан материал алған ғой. Соның пештерінің орны қазірге дейін жатыр Стобетінде. Демек сол 1925 жылы болса керек, соңғы рет елден аттанғанда мінген тарантасы тұрғанын білеміз, мұражайда. Алаш Көсемнің көзіндей тағы дүниелер бар ма елде? Жаңа диірменді айтып кеттім ғой. Диірмен, соның кейін енді ол кісінің қазір аудандық музейде ол кісінің ата-бабаларының ұстаған кәдімгі тамақ ішкен үлкен ағаштан жасалған әдемі табақтары бар. Бірақ Әлиханның ұстаған жәдігерлер өте сирек.
Әлихан халық жауы болып салғаннан кейін ол жәдігерлердің бәрін құртқан ғой. Әлиханның қазір мұғалім болып жұмыс істейтін бір үлкен ұрпақтары бар. Біз дейді, Әлиханның ұстаған заттарын жинамақ түгілі, Әлиханның қаратасын білмек түгілі дейді, Әлиханды аузымызға алуға қорықтық дейді. Өйткені біздің артымызда халық жауы деген сөз тұрды. Кез келген уақытта бізді ұстап әкететін болды. Сондықтан біз оны ауызға алғанымыз жоқ, ұмыттық дейді. Тек қана қазір Әлиханның өзі ұстаған деген бір кітап, арабша жазылған кітап бар ұрпақтарында. Ол мына жетім шоқы деген жерде тұрады. Ол кітапты анау жылы суретке түсіріп, біз осы неге жібергенбіз, бір киноға түсіруге. Ол кітапта не жазылғаны белгісіз. Бірақ сол кезінде Әлихан ұстаған кітап дейді, Құран кітап. Жақсы, Тұңғышбайға рахмет. Студиямызға келіп, уақытыңызды бөліп, тың дүниелер айтқаныңыз үшін сізге шексіз алғысымызды білдіреміз. Құрметті көрермен, студияда болған қонағымыз Әлихан танушы Тұңғышбай Мұқан.